Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Енді бізге жоғарыда келтірілген мысалдардың төртіншісін қарастырайық. Төртінші мысалда x-1 кубы x-2-нің квадраты x-3-тің 5 дәрежесі x-4 кішіне емес тең 0. Мен теңдеу қылып алайын бірден. Кешіресіздер осы. Өйткені бірінші қадамда теңдеу қылатын ек. Ананы жазып отыруға кішкене ерініп тұрмын. Енді екінші қадамда бұл теңдеудің түбірлерін табамыз. x-1 куб тең 0, x-2 квадрат тең 0, x-3 5 тең 0, x-4 тең 0. Теңдеу түрлерінде жазып алып, әрқайсысын жеке-жеке. Енді бұлардың түбірлерін табамыз. x-1 тең 0, x тең 1 болады. Бұл жерде белгі қойып қояйық. Бірге тең түбірлер саны 3 бұл жерде. Қазірше x-2 тең 0, x тең 2. Бұл 2, өйткені дәрежесі бізде 2 болып тұр. 2 тең түбірлер саны 2, өйткені мына өрнектің біздегі дәрежесі квадрат. Сондықтан түбірлер саны 2-ге тең болады. Енді мынаны x-3 тең 0, x тең 3, мына жер 5 белгісін қойып қоямын. Өйткені бұл 3-ның 5 дәрежесі емес, бұл түбірлер санының көрсеткіші. Мынада енді x тең 4 болады. Мұны түбірлер барлығын таптық. Енді үшінші қадамда ерекше нүктелерін, яғни ерекше түбірлерін тауып алайық. Ол деген сөз бірдей түбірлер саны жұп болып келетін ерекше түбірлерін. Міне ол мынауақ. Бұда 2-ге тең түбірлер саны 2, өйткені жұп. Мынада тақ, мынада тақ, мынада тақ. Бізге керек міне осы ғана. Енді біз ол ерекше нүктені қазір түбірлерін бәрін саламыз. Одан интервалға 1, 2, 3, бір керемет шықты түбірлер рет-ретімен. Енді бұлар бояла ма, боялмай ма, соған қарайық. Төртінші мысал шешіп жатырмыз біз мына мысалда. Бұл жерге қарасаңыздар, теңсіздік 0-ден кіші немесе тең белгісі бар. Сондықтан барлығы боялады. Міне, барлығын бояп алдық. Енді аралықтарға бөлеміз 5-ші қадамда. 6-ші қадамда енді таңбаларын анықтаймыз. Таңбаларын анықтау үшін ерекше болған түбірлерінің үстіне леп белгі қойып қоюымыз керек. Яғни 2 бізде ерекше болды. Енді ары қарай таңба анықтап шығайық. 4-тен үлкен бір сан берейін. Мына жақта жатқан 10-ды беріп көрейін. Осы 10-ды көп пайдаланып отырмын, байқасаңыздар. Өзім үшін ыңғайлы болып тұр. Сізде қалаған нүктені берулеріңізге болады. Өйткені ол өздеріңіздің еріктеріңізде. Мен 4-тен үлкен 10 санын бердім, мына x-терге әкеп қоямын. Бірінші x-ке қойған кез, міне енді. X-ке 10-нан 1-ді алсақ 9 плюс. Значит, бірінші теңсіздіктен плюс шығады. Екіншіге қойса, теңсіздіктен бірінші жақшаның ішінен плюс шығады. Екінші x-ке қоятын болсам, оннан 2-ні алсам 8, бұдан да плюс шығады. Мына жерге қоятын болсам, 10-нан 3 алсам 7, бұл жерден де плюс шығады. Мына жерге әкеп қоятын 10-нан 4 алсам 6, бұл да плюс. Барлығы плюс, яғни 4-тен үлкен аралықта біздің өрнектің таңбасы плюс болады. Ал мына жерде ауысады, кетеді, мына жерде плюс болады. Ерекше нүктеге, яғни ерекше түбірге келгенде екі жағына таңбасы бірдей болады. Мына жағы минус болады. Міне таңбаларын анықтап алған екен, енді бізге қай аралық керек екеніне қарайық. Міне
Төртінші мысалда теңсіздікке қарайық. Нөлден кіші немесе теңдік, яғни нөлден кіші аралығы минус аралықтар. Сол аралықтарды белгілеп шығамыз. Яғни бізге теріс аралықтары. Яғни жауабында минус болады және нөлге тең аралықтарын қарастырып шығайық. Жауабына сонда мынандай жазамыз. Минус шексіздіктен минус 1-ге дейін тік жақша 1-ге бірігуі. Енді қарасаңыздар мына жерде 2 нөлге тең болады, бірақ ол теріс болмайды. Біздің шартымызда ол нөлге тең болса да жеткілікті. Сондықтан 2 нүктесінің өзінде енгіземіз мына жерге. Жауабына 2 1-ге еді. Одан кейін 3-тен 4-тің аралығына дейін. 3 пен 4-тің аралығы. Міне теңсіздіктің жауабы осы болады. Яғни есептің жауабы шықты. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сіздермен бірге болған Ермек Алханұлы.